Сәлем достар, Балбармақ арнасына қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен осындай керемет дастарханның сәнін келтіретін қазақтың ұлттық тағамдарының бірі сірнені әзірлейтін боламыз. Сірнені қазақ халқы барлық құрамына қосатын қоспалардың барлығын қазанға салып, көп уақытқа бұқтырып пісіріп алады. Ал мен болсам, бұл жерде әдеттегіден ерекше етіп жасағым келіп отыр. Сіздер өздеріңіздің қалауларыңызша жасауларыңызға болады. Сірнеге қойдың, сиырдың, жылқының етін қосады. Менде мұнда жылқының еті. Әуелі жылқының етін осылай орташа етіп турап алып, жуып кептіріп, оның үстіне паприкамызды шай қасық тұзымызды қосып, араластырып, жарты сағатқа қоя тұрамыз. Одан соң қамырымызды илеуге көшеміз. 350 грамм ұнымыздың осылай дайындап алып, 100 грамм суымыздың үстіне бір дана жұмыртқа, бір шай қасық тұз салып, осылай араластырып, үстіне құйып жібереміз. Одан соң қамырымызды илеп, бастырып 20 минутқа қойып қоямыз. Пакетке салып, бетін жауып қойыңыздар. Енді қойдың құйрық майын өстіп жіңішке етіп турап аламыз. Ал енді осы құйрық майларымызды алып, әлі астын жақпаған қазанның түбіне осылай салып шығамыз. Достар, каналға тіркелмеген болсаңыздар, жоғалтып алмас үшін тіркеліп отырыңыздар. Енді құйрық майымыздың үстіне етімізді осылай салып шығамыз. Менде мұнда сүйекті бар, сүйекті да осылай салып жібердім. Сүйекті ең астына салып жіберуге тырысыңыздар. Біздің сірнеміз осы құйрық майдың есебінен өте дәмді болып шығады. Сіздерде құйрық май болмаса, оның орнына іш майы немесе өркеш салып жіберуге болады. Осылай оның үстіне жуаларымызды қойып шығамыз. Одан соң қазанымыздың қақпағын жауып, 15 минутқа қатты отта қойып аламыз. Одан кейін астын жайлатып, 1,5 сағат пісіреміз, бұқтырып пісіреміз. Ішіне су ештемесе қоспаңыздар, себебі өзінің сөлі шығып, әдемі болып піседі. Ал енді картошкамызды духовкаға салуға дайындаймыз. Ол үшін осылай 2 қасық сұйық майымыздың үстіне 1 жарты шай қасық тұз, жарты шай қасық паприка салып араластырып, табамызды майлап, оның үстіне картошкамызды салып, мен картошканы көп салмаймын, осылай асқабақтарды картошканың орнына салып жіберемін. Сіздер картошканы қолдана беріңіздер. Осылай жаңағы майымызды бетіне жағып шығамыз. Көкөністерді қызып тұрған пешке 180 градусқа 40 минутқа қойып алыңыздар. Енді Гүлханымның салмасын дайындаймыз. Ол үшін ішіне сәбізімізбен жуамызды, ішіне осындай укроптарды салып жіберуіңізге болады. Араластырып, кішкене татымына қарай тұз салып араластырамыз. Одан кейін қамырымызды жаюға көшеміз. Қамырды жайғанда мейлінше жұқа етіп жаюға тырысыңыздар. Сол кезде сіздердің Гүлханымдарыңыз әдемі болып шығады. Мантаваркамыздың түбіне су құйып, газге қойып қоюды ұмытпаңыздар. Салмамызды дәл видеодағыдай етіп салып, орап шығамыз. Мантаварканың лист дегеннің қазақшасы қалай болады екен? Листін осылай майлап, қайнап тұрған мантаваркамыздың үстіне қойып, 35-40 минут пісіріп аламыз. Бізде осындай керемет май тамып тұрған сірнелер дайын болады. Ас болсын,